Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, нәзік әрі әдемі болып шығатын вупи пай тортының рецептісін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, лайк басып, тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сары майымызға Қазақстан шоколадын ұсақтап бөліп салып аламыз. Салынған сары майымыз бен шоколадымызды водяной баняда жақсылап ерітетін боламыз. Шоколадты қоспамыз суығанша жұмыртқамызды салып, оған қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Осылай аппақ болып көтерілгенше миксерледік. Суыған шоколадты ерітіндімізді жұмыртқалы массамызға құйып миксерлейміз. Менің ұным өлшеніп дайын тұр. Осының үстіне какао ұнтағын саламыз. Оның үстіне қопсытқышымызды саламыз. Барлығын жақсылап қасықпен араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп отырып, қамырымызды жасаймыз. Мінекей, біздің қамырымыз дайын болды. Мен 4 пергамент қағазына дайындап барлығын сызып алдым. Бұл жерде менде 22 диаметрлік форма. Енді осыған шамамен 6-7 қасықтан салып шығатын боламын. Барлық корждардың қамырын құйып шықтым. Міне, коржым пісіп дайын болды. Керексіз жерін алып тастадым. Енді кремін жасауға кірісеміз. Бізге 33% сливки қажет болады. Осы сливкінің үстіне қант ұнтағын саламыз. Екеуін жақсылап миксерлейміз. Келесі кезекте сүзбелі ірімшігімізді саламыз. Одан кейін барлығын жақсылап миксерлейтін боламыз, қоюланғанша. Креміміз осылай қоюланып, өз формасын ұстауы қажет. Енді кондитерлік қалташаға вупи пайдың насадкасын орнатып, кремімізді салып, корждарымызды жинайтын боламыз. Вупи пайдың насадкасының номерін астына описанияға қалдырамын. Тортымыздың асты қозғалып кетпес үшін астына кремін жағып, коржымызды орналастырамыз. Енді жинап бастаймыз. Басында кремін шығару кішкене қиынға түсуі мүмкін. Одан кейін қолдарыңыз үйренген соң өзімен өзі шығып, әдемі болып түсіп отырады.
Тортымызды жинап болдық. Енді бетіне шоколадты ганаш жасаймыз. Ол үшін жаңағы сияқты водяной баняда шоколад пен сары майымызды ерітіп аламыз. Суыған шоколадты ганашымызды тортымыздың бетіне құйып, жаймен жайып шығамыз. Ендігі кезекте тортымызды әсемдеуге кірісеміз. Мен Альбенидың печеньелерін қолдандым. Өте әдемі болып көрінеді. Және де торттан артылып қалған креммен гүлдеп кремдерді құйып шықтым. Кремнің үстіне әдем болып көріну үшін таңқурайлардан қойып шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай нәтижесі осындай болып шықты. Ас болсын, өз бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Менің каналымды қолдап, соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде көңілдеріңізден шығатыны анық. Ас болсын, келесі видеомды асыға күтіңіздер.